Сәлем достар, бүгін осындай өте дәмді әрі кез келген дастарханды ашатын кабачкидан роллы дайындаймыз. Алдымен кабачкиді жақсылап жуып алып, екі жағын кесіп тастаймыз да, ұзыннан слайсы етіп, осылай жұқалап турап аламыз. Мінекей барлығын осылай турап алдық. Енді екі жұмыртқаны соғып аламыз да, кабачкидің тек қана бір жағын осылай батырамыз, және осы жұмыртқа жағылған жағын панко сухарина малып, противенге дәл осылай жинап шығамыз барлығын. Кабачкиларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста тек қана 20 минуттай пісіріп аламыз. Роллыйдың ортасына жағуға майонезге сарымсақты үкіштен өткізіп, жақсылап араластырамыз екеуін, және майонездің орнына қаймақты да пайдалануға болады. Ортасына салуға бізге салат жапырақтары және өз қалауыңызша помидор немесе қиярды да салуға болады. Немесе творожный сырды да салуға болады, өте дәмді шығады. Мінекей біздің кабачкиларымыз пісіп, жақсылап суыды. Енді ортасына жаңағы соусымызды жағамыз, майонезден жасалған салат жапырақтарын, және ортасына помидор салып, осылай ораймыз. Келесі бізде қиярды өзін салуға болады. Ол да өте дәмді шығады. Барлық дайын болған кабачкиларымызды дәл осылай орап шығамыз. Мінекей біздің кабачкидан жасалған роллымыз дайын болды. Енді бальзамический соуспен осылай әрлеп шығуға болады. Достар, егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, ас болсын.